Так, камера жасап отқан сияқты. Кеттік. ютубта қалай дамуға болатын тәсілдері өте көп. Қалай ютубта өте көп просмотр жинауға болады. Менің атым Аслан болады, және де мен өзім 2013 жылдан бері ютубта видео түсіріп жатырмын. Екі крупный арналарым бар. Біреуінде онда 93 мың подписчик, екіншісінде 156 мың подписчик. Қазіргі уақытта мүмкін, даже сіздер қарап отқанда бұл цифрлер өзгеруі де мүмкін. Өзім жалпы қалай ютубта даму керектігін түсіндіретін боламын. Жалпы өзімнің мамандығым продюсерство, и және де соның ішінде мен жас таланттарды дамытатын боламын, и ютубтың ішінде өте көп жетістікке жеткізуге тырысатын боламын. Көп алгоритм, барлығы көпшілік нәрселерді білемін. Егер де қызықты болып жатырса, онда менің дайыртігіме жазуыңызға болады. Содан кейін ары қарай каналыңызды дамытуға көмектесеміз. В общем, основной темамызға кеттік. Біздерге қазір қалай ютубты дамуға болатынын түсіндіріп жіберейік. Ең бастысы, конечно, сіздерде ниет болу керек. Яғни ниет болмаса, онда қайда ютуб сіздерге? Себебі өздеріңіз желание болмаса түсіретіндей, чисто былай ақша үшін түсіремін десеңіздер, онда көбінесе адамдар результат бойынша түсіп кетеді. Яғни оларда просто ниет жоқ, желание жоқ, ал просто ақша үшін ұстап тұрған адамдар. Мысалы, егер де сіздердің просмотрларыңыз көтеріліп кетеді, мысалға, күшті деңгейге, бірақ та алады да бір айдан кейін просмотрларыңыз түсіп кетеді. И сол просмотр түсіп кеткен кезде ақша болмай қалады. Иә, әрине, собственно. И ақша болмай қалған кезде сіздердің желаниеңіз түсіп кетіп, мотивация жоқ, и просто аласыздар да ютубты тастап кетуіңіз де мүмкін. Одан әрине ешқандай былай результат дегенде аз болады. Сол үшін де ең бастысы сіздерде ниет болу керек. Екіншіден, сіздерге жақсы былай оборудование дейтіндер қажет емес, бастысы ниет болса, простой даже телефонмен де видео түсіріп кетуге болады. Мысалға, менің досым бар, яғни баяғыда Samsung J3 па, сонымен түсірген, қазір одан арнасында 250 мың подписчик бар, және де, в общем, ол өте былай жақсы жетістікке жеткен. Қазір әрине ода камера бар, но ең басынан бастаған кезде телефонмен түсірген. И, в общем, бұл біздерде еще iPhone-да емес, бұл біздерде Samsung телефоны. Яғни қалай десеңіздер, в общем, өйстіп дамуға да болады негізінде. Үшіншіден, осы идеяңызға көп мән беріңіздер. Яғни ютубта мен қазір бір көйті махинаны жасаймын, қазір бүйтіп жүрем, бүйтіп сөйтіп жүрем, оған қарамайды негізінде. Егер сіздер сөйтіп жүрсеңіздер, сіздер идеяға мән бермей қаласыздар, и контенттің өзі нашар болады. Бірақ та егер оптимизацияңыз күшті болса, ол по-любому дамымайды. Себебі идеяның өзі дым қызық емес, көрермендер қарағысы келмейді, и видео по-любому дамымайды. Сол үшін ең басымен сол идеяға да мән беріңіздер. Яғни идеяңыз жақсы болса, онда даже нашар монтажың болсын, нашар превьюің болсын, дамып кету шансы өте көп. Сол үшін де идеяға көп мән беріңіздер. В общем-то, сол. Төртіншіден, жақсы оптимизация жасап көріңіздер. Яғни егер сіздердің аттарыңыз былай видеоның басқаша болса, ал видеоның ішіндегі роликтің сути мағынасы басқаша болса, онда ол да көрермендерден алмай қалуы мүмкін. Жақсы описаниялар салыңыздар, жақсы название, заголовкалар салып қойыңыздар, более адамдарға ұнайтын, соны салып қойсаңыздар, оптимизация жақсы жүргізіледі. Но егер сіздер дұрыс оптимизацияны білмесеңіздер, если что, маған жазып жіберіңіздер, мен сіздерге көмектесемін. Бесіншіден, ең басында сіздерде просмотр болмайды, и бұл нормально. Яғни әрбір ютубер онымен кездескен. Яғни ең басында ода просмотр болмайды, и сонда сенде мотивация аз болуы мүмкін. Что-то мен жасағым келіп тұрған жоқ. Сен соған негізінде по идее үйренуің керексің, и сен по-любому соны жасап бастауың керексің. В общем, оны жасау үшін саған просто түсіре бер, ешқандай результатқа дым мән бермей, просто идеяң бәрі жақсы болса болды, и просто баса бер. И ары қарай алдағы уақытта Алла қаласа бұйырса дамып кетуі мүмкін. В общем, сөйтіп деп ойла, дамып кетуі мүмкін деп бұл нәрсе, но или дамуы мүмкін. Ну, в общем, әрбір өзінің қалай, егер дамай жатса, онда может быть саған бірдеңе өзгертіп жүру керек шығар. Может идея, может тағы да бірдеңе, может вообще саған бұл дело сенікі емес те шығар, может саған басқа идеяға көшіп кету керек болар. В общем, тематика дейді, соған дейді. И ал енді бұл біздерде мини осындай қалай ютубта дамуға болатын саббокстар, яғни секрет дегенде сол, былай особо секрет жоқ, но хотя, білмейміз, может мүмкін де бар да болар. Если что, мен дайыртігіме жазып көріңіздер инстаграмнан болсын, ВКонтакте, бәріне жаза беріңіздер. В общем, почта бар, соған жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беруге тездетіп тұрсам и көмектесем. И сонымен қатар, достар, ең басымен әрине Алладан дұға тілеңіздер. Яғни, әрине, ең басымен Алладан дұға тілеу керек. Өзіңіздің жұмысыңыз берекелі болсын десеңіздер, дамысын десеңіздер, и, в общем, солай. Ал жақсы, сіздермен болған мен Эндерсон, көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға. Ал сау болыңыздар.